Күйеу күл шығарады деген бір сөз бар екен. Шашуға жаласынан. Әйелім борсақ пісіріп жатқасан, не қылып жатырмын ғой. Ұлым мен келін жататын ау. Мен анаған жатам, ана бір баламды алып, мына төсекке. Бірде бір сақал қойған моңғолды көрмеппін. Нешеде тұрасың сонай? Мен жасырмаймын, онда тұрам. Алақанда енді бір 7000-дай қазақ ауыл бар шығар. Бізде енді мына қазақ мектеп деген жоқ қой. Жаңағы от жақпаймыз. Өзіміздің қазақ бауырларымыздың ашқан көлік жөндеу орталығы. Міне, осының барлығы ағамыздың балалары. Қолға су құю рәсімі бар екен. 2 әйел, 3 әйел, тоқал деген жоқ. Жоқ. Ассалаумағалейкум жолаушыларым. Мен Монғолияға жолға шыққалы жатырмын. Бұл жолы жалғыз емеспін. Жұбайым бар, балам бар және көз тимес бар. Көз тиместің бір артықшылығы ішіне барлық зат сияды. Ал, көз тимес. Бізді жолда қалдырма. Жарылған дөңгелекті Павлодарда емдетіп, Ресейдің шекарасына кіріп кеттік. Барнауыл, Таулы Алтай қалаларын кезіп өтеміз дегенше қас қарайды. Жолдың шетіне тоқтап, шатырымызды тігіп демалдық. Келесі күні Монғолия шекарасына жеттік. Бай өлкеде тағы бір күн демалып, ішкі Монғолияға, Улан-Батыр аймағына жолға шықтық. Монғолияның жолдары тақтайдай тегіс. Жеңіл көлікпен еш қиналмай жүруге болады. Осы жерде тамақ ішейік. Табиғаты керемет екен. Үйім. Біздің үйімізді Монғолияның желі алып кете жаздады. Біз бара жатқан аймақ бай өлкеден 1700 шақырым қашықтықта орналасқан. Тағы 2 күн жолда түнеп, ішкі Монғолиядағы Налайқан деп аталатын қазақ ауылына жеттік әйтеуір. Және көшеде өтіп бара жатсақ, қазақша әуендер қосылып тұр. Адамдар бір-бірімен қазақша сөйлесіп жүр. Расымен бір Қазақстанның бір ауданына тап болған сияқтысың. Ендеше көрейік, Налайқандағы қазақтардың өмірі сіздерге қызық болады деген ойдамыз. Бұл видеоның астына пікір жазыңыз, лайк басыңыз, WhatsApp-тағы топтарға бөлісіңіз. Барлығын істеп болсаңыздар, ендеше кеттік. Ал енді тарихқа тоқталайық. Бұл жаққа қазақтар қайдан тап болды? 1924 жылы Қытай геологтары Налайқаннан тас көмір табады. Кейін бұл аймақта кеңес үкіметінің ықпалы жүріп, 1940 жылдары көмір қазу жұмысын бастап кетеді. Әрине, кен орнына жұмысшылар қажет. Сөйтіп бай өлке аймағынан мыңдаған қазақты шақыртады. Кейін ол қазақтар ішкі Монғолияға сіңісіп, осы жерде қалып қояды. Араға жарты ғасыр салып, кеңес одағы ыдырайды. Көмір кеніші жабылып қалады. Сөйтіп жұмыссыз қалған қазақтар қолынан келген ісімен айналысып кете береді. Шақта да жағдай кеспегеннен үлкен авариядар болды. Қаншама қазақ азаматтарымыз, ұлдарымыз аварияда өтті. Қазір мәңгілік болып міне осы Налайқан ауданында жақын жерде мүрдеде ұйықтап жатыр мәңгілік. Әкеміз болғанда 6 айдан асып келіп сол Қауда ветіне, Қауда аймағында Қауда ветіне мекендеген. Сосын шешеміз болғанда Байын-Өлгей аймағын Делбін сұмындікі. Сосын 40-50-60 жылдар әке шешеміз осы жаққа студент оютын болып кеп, үй семья құрып, сосын әке шешелеріміз осы жерге өмір сүріп жан сақтаған Налайқанға. Мыңнан астам мал бар. Бәрі өзіңіздік? Бәрі өзіміздік сол. Осы жылқының бәрі өзіміздің жылқы. Сол жылқымызды байлап, сол қымызымызды ашытып, бие-бау, сосын 5-10 литр сол қымызымыз сатамыз. Қалаға жақын тұрсақ та сол қыр шаруашылығымен өсіп өнгеміз сол. Құрыш! Сол биеміз сауып қойып отырамыз. Ата өгіздің терісімен деп терісін жүнін құрып, иге салып, иілеп,
Адам мына түйенің де терісімен, таспасымен тігіліп, үстіп жасалады. Мұңғылша көкур дейді, қазақпен сава, тері сава. 3 киіз үй тұр. Үшеуін қандай мақсатта пайдаланасыз? Біреу жетпей ме? Ана ең арғы үйіміз болғанда үлкен үй, жататын үйіміз. Мына ортаңғы үйіміз болғанда қымыз жөндейтін, ақтамақ жөндеп отырған үйіміз ғой енді. Ас үй деген сөз. Мынау кіти жоқ, тошал үй деген сөз ғой, мына кіти үйіміз. Мынау қыста енді мал отарлағанда осы кіти үймен мал отарлатамыз мына үймен. Мынау енді малдың іші майы енді. Іші майы кептіріп алып, одан кейін сол қуырып, сол майын шығарып аламыз. Одан кейін біз қатырып қойып қоямыз да, сол бауырсаққа немете береміз. Біздің жеңгеміз өте еңбекқор екен. Мына жақта міне бауырсақ пісіріп жатыр, ал арғы киіз үйде құрт қайнатып жатыр. Сіз де өзіңіз көмектесесіз. Ойбай, бұл әйелдің жұмысы, менің шаруам жоқ деп Көп көмектесе алмаймын мен. Өз шаруам өзімде сол. Өз жұмыс шаруам бітпейді. Әйелім борсақ пісіріп жатқасан, не қылып жатырмын ғой? Көмектес. Көмектескен болып жатырмын ғой. Менің арманым ба енді 2-3 балам бар, отбасым аман болсын, ел жұртым тыныш болсын енді. Баладарым үлкен азамат болып, ер жетіп, остарды бір өсіріп, ел қатарына қосып, аман болса деп қана ойлаймын. Басқа енді не ойлаймын? Отбасым аман болсын деп. Анандай ойламайсыз ба? Соңғы үлгідегі телефон керек, немесе әшекей керек, бұйым керек. Ондай не керек енді? Баласы бар кісі, ондай нәрсе ойлай ма? Біз болғанда баламыз енді үлкені 14-те 15-те қыз баламыз. Содарға болса болды деп өзімізді артқа тастап қоямыз. Мынау чымылдық дейді міне. Келін бұрынғы заманның келіні мына чымылдықты бісміллә деп, ата-енесі бар кісі, оң жақта жатқан кісі, мына чымылдықты бісміллә деп жауып жатады. Киімін шешеді, мисал баладар жалаңаш жатады, әгерді байды екеу. Сондықтан мынаны соған жаратқан дейді, міне чымылдықты бісміллә деп жауып жатады түнде. Мына кермесін шешіп, бала біз жатқа сөңгөйі мынаған кеп чымылдығын жауып, келіммен ұл екеу бісміллә деп жауып жатады. Соған жаратқан дейді мынауыңызды. Неге десеңіз, мынаны бісміллә деп жауғанда пәле қала жоламайды. Бұрынғы заманның адамдар ауырмайды дейді. Неге дес? Чымылдықтың ар жағына тұрып, атасы енесі келсе, мынаның ар жағына тұрып чытын тартады. Киімін киеді. Мынауыңызды бүйтіп жауып, шашын тарайды деп. Шашты мынаның ар жағына ата-енесі тұрса, баяған үйде кісі отырса, мынаның ар жағына тұрып чытын тартады. Бүйтіп киімін киеді мынау. Осымен жасырған осындай нәрсе мынауыңыз. Енді бұл жақта қазір сіздің келініңіз, ұлыңыз жатады. Ұлым мен келін жатады мынау. Мен анаған жатам, ана бір баламды алып, мына төсекке. Ана шалымыз менің бас жағыма анаған ұлын алып жатады. Кішкентай қызым бар, анаған жатады анаған. Одан кейін келген қонақтар бүйтіп төрге жатады. Енді бесік анау менің үлкен қызымның босанып келген осы жуықта міне. Соның бесігі. Бесікке бөлейді. Қазан жаққа чай ішіп кетті атамыздың үйінен. Сәби, бісміллә. Деп бесікке жатып жүрсің. Бісміллә деп бүйтіп, міне қолым бүйтіп байлап, бесікке бүйтіп жатқызуға тышты ғой міне. Бісміллә деп міне бүйтіп. Қолбау деген мынау міне. Қолбаумен бүйтіп басады. Бұрынғы аяғын бүйтіп байлайды міне. Аяқбау, мына қолбау деп айтады. Аяқбау болса да аты қолбау деп айтады бұрынғы заманның. Міне бүйтіп байлайды міне. Міне жерден бүйтіп емізет, бүйтіп омырауын беріп бүйтіп. Емізіп көре келін қайда кетті. Мен моңғолдардың арасында біраз жүрдім, бірақ бірде-бір сақал қойған моңғолды көрмеппін. Олар сақал қоймай ма? Кім біледі оны енді? Мынау енді сүндет, пайғамбарымыздың сүндет. Иә. Өзім 5 уақыт намаз оқимын, ораза ұстаймын. Сүндет, пайғамбарымыздың бір сүндетін тірілткен болып отырмыз ғой, бір сүндет. Өзім Қазақстан тумасым, Қарағанды облысы да тудым. 3000 шақырым қашықтықта ұзатып кеткен екенсіз. Иә, келін болып түскеніме міне 4 жылдан асып барады. Қатты талап жоқ, жаңа енем айтып кеткендей, свободный өмір. Аллаға шүкір.
енді мына жақта енеңіз тұрғаннан кейін не деп айтып отырған Жоқ. Тура айт өзің, тура айт. Жоқ, шын Аллаға шүкір. Жоқ, Аллаға шүкір деймін де. Енем жақсы. Бір-бірімізді түсінеміз, шүкір. Сәлем саласыз ба? Басында салғам, кен болып түскен, оған қазір жоқ. Неге қойып еттіңіз? Енді өздері талап еткеннен кейін қойдым. Енем де отырып алмай, осылай шай қойып көмектеседі екен. Барлығына көмектесіп отырады. Мен мысалы баламды ұйықтатып, емізіп жатқанда енем өзі тамақ істеп беріп, шайын құйып сөйтеді. Кейде үлгермей қалам, кейде. Нешеде тұрасың, соны айт Мика? Мен жасырмаймын, онда тұрам. Сағат 10-да? Жасырмаймын онда. Атасы екеуі артта тұрамыз, шай қайнатып ішіп, таудан шай дайындап қоямыз. Енді барлық енелер үлгі алсын да қойсаңызшы. Мен барлық енелерге айтам. Келін таңертең тұрып, қаттырақ айтатынды айтпастаймын. Жұмсақ айтатынды айтпастаймын. Жылықтырап қолыма бір біти бояу, бір біти тәтті жылы жұмсақ қоса мен балама берем. Сен ала қой, сен кие қой дейді. Алақанда енді бір 7000-дай қазақ ауыл бар шығар. 7000-ға таяу. 7000-дай бар болу керек осы. Сонымен сол. Мынандай бірдекке мен жағаласамыз сол. Әлі үйленген жоғым, үй ішім жоқ. Сенгіл. Сенгіл деген бойлақ па? Сенгіл, бойлақ қой енді. Сенгіл жігітпін ғой. Алла бұйырсын. Қашан үйленем деп отырсыз өзіңіз? Енді әлі кіти жасқа жеткеннен кейін үйленеміз ғой. Әлі жас жетпей жатыр ма білмейді қояды. Біздің үйленгеніміздің 40 жылдығына арнап тіккен мынандай бір бұйым. 40 жылдыққа. Ең алғашында екі адам жүрегі бірігеді, жүрек табысады. Жүректің неменесін шығардым. Екінші рет сол табысқан жүрек қара шаңырақ құрып шығады. Шаңырақты салдым, тігіп. Одан кейін енді өзіміз бисмиллахиррахманиррахим, мұсылманбыз, әлхамдулилла, ислам деп, Аллаху деп жазып, мына ұқсап 40 жылдыққа осылай емплем жасағам. Әйел адамдардың өз қолында күміс жүруге тиісті ғой. Біз алтынды көп ырымдайды қазақ мұсылман адам. Күміс болу керек, сол үшін күміс таққым. Алтын неге тақпайды? Алтын жол ауыр деп әкеміз қатты айтатын, алтын дегенді балам көп неметпеңдер дейтін. Ішкі Моңғолияда 5 уақыт азан шақырылатын жалғыз ғана мешіт бар, ол осы мешіт. Бізде енді мына қазақ мектеп деген жоқ қой. Бізде қазақ тілі кішкене өте күрделі, сондықтан жаңағы қазақ тіліне байланысты мына әдебиет оқулық деген осындай кітаптар бар міне. Мешітте қазақ тілін оқытасыздар ма? Қазақ тілі оқытамыз, қазақ тілде аптасында 3 рет домбыра үйірмесі жүріп тұрады осында. Кешке дейін біз намаз оқы дегеннен гөрі, жаңағы жастар келіп, мысалы бір-екеу келіп, мына жерде теннис ойнап тұрып, намаздың уақыты болғанда дәретін алып, жаңағы намазға кірісіп деген сияқты. Енді осыдан былай мынада түрлі техникадар қойылған кезде, кәр ақсақалды аталарымыз, ақжаулықты аналарымыздың өзі қол аяғын қозғалтатын, сондай жаңағы аспаптарды келешекте қоямыз деп отырмыз осында. Бір ғасыр болған шығар енді, 100 балампай жыл болған құрандар болса мағат жоқ. Мына ұқсап дер кезінде жаңағы материал табылмайды, қойдың терісімен бүйтіп қабына дейін істеген, одан кейін жаңағы барқыт дәйлімі деген чүпіректермен сыртына дейін қаптап бүйтіп сақтап келген. Бұрынғы ескі мешіттің күмбезі, оның күмбезін де құлатпаған, міне айналасын барлығын бұзып тастаған, күмбезін сақтап қойған. Өйткені енді бұл енді бір жағынан мұра болып қалсын, тарих болып қалсын, екіншіден астына осылай саябақ қылып, адамдар дем алып, тынығып қайтсын деген ниетпен осылай жоспарлаған екен. Осы біздің қазақтардың қоныстанбаған жері жоқ сияқты. Дәл қазір мен Улан Батырдан ары қарай 200 шақырым қашықтықта орналасқан қазақтардың қаласына келдім. Бұл қаланың аты қалай деп ойлайсыздар? Дархан шаһары. Кәдімгі қазақша есім Дархан деп қойыпты атын. Мыңдаған қазақ өмір сүреді осы жерде. Қазір мен сіздерге солардың өмірін көрсетемін. Өкіметтен ыстық су, соғық су келіп тұрады қысы жазы.
жаңағы от жақпаймыз. Тоқпенен шайымызды қайната береміз. Бәр нәрсесі дайын. Кәдімгі пәтер сияқты. Атамекеніміз Қазақстан ғой, солай барайық деп біздің төр күніміз, және қайын жұртымыз бірақ Қазақстанға кетіп қалған. Соны кетеміз ба деп сол дайындалып жатқан жайымыз бар сол. Енді балаларымыздың келешегі үшін деп көшіп бара жатырмыз. Енді балаларымызға қалай болады деген бір қорқынышпен кетіп бара жатырмыз. Не болса да деп сол бір шиді бір шығарып кетіп бара жатырмыз. Осы жақта үйдердің құны осы ең азы дегенде 35 сай болады. Ең жақсы дегенде 200 сайдан 250 сайға дейін барады. Соны біз Аллаға шүкір, біз сол үйімізді 175 сайға сатып ап кетіп бара жатырмыз енді. Сабаққа баратын чай, біреу бесік чай, өзім осы ауылға күйеу болам, мынадарға жезде болам. Күйеу күл шығарады деген бір сөз бар екен. Мен сол баяғы мына тамағым пісіріп жатқандағым ғой, көмектесіп жатқандағым ғой өзімше. Арғы түпкі бөлмеде дастархан жаюлы, үлкендер отыр міне. Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма? Той құтты болсын. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Байқап отырмын, дастарханда ішімдік қойылмайды екен. Ішімдік ішілмей ма бұл жақта, ішпей ма қазақтар? Мына жақта дінім тілім дегендіктен болғандан ол қарам есептеледі. Оны осындай дастархан қайбір той тұманда қойылмайды қарғам. Шашуға жаласынан. Шашу. Қыр шаруашылықпен аралай айланысқаннан кейін ана 45 шақырым, 50 шақырымнан кісілер келетін болғандықтан бұда біз сағат деп айтпаймыз. Бәлемпай сағат деп айтылмайды. Өздерінің жағдайын жасап, малын жөндеп, анау-мынау болғаннан келеді, енді келіп жатыр. Осыдан кейін енді 11 сағат, 12 сағат деп халқы жиналғаннан кейін онан Ақсарбас малына батасын, етіне батасын істеп, тамақ жеп, тағамнан ауыз тиіп, оған ішіп, ерте келген чайын ішіп, кеңесіп, әнін айтып отыруға тиісті. Жездесі жақсы қандайды, әкеден кемі болмайды, ағайын жақсы қандайды, достығы қалмайды. Ішкі Монғолиядағы қазақтардың әнін тыңдадық. Енді белгілі ақындар Сыры мен Жандарбектің менің демеушіме Чоко компаниясының басшысы Рамиль Мұхаряповқа шығарған әніне құлақ салыңыздар. Қазағыма қателесіп ұрындым, ағайынға артық сөйлеп сүріндім. Есіңді тез жинатқан, елімізді сыйлатқан, қасиетін түсіндің бе тілімнің. Кәсібіңмен тірлік жасап нан жейтін, қазақ тілдің өткізіпсің ау дейтін. Бизнесіңнің түгелін қазақшалап жүледің, енді сенден мүмкіндік жоқ қалғитын. Айыбыңды аз да болса жуыпсың, ел алдында еңбек етіп жүріпсің. Жасап шыққан бірісің, ақша құйып тіл үшін, жебедейдің тілін қазақ қылыпсың. Жетім көрсең басын сипап жебепсің, ауылдағы көп баланы демепсің. Ұясынан ұшырып, оқуына түсіріп, әр жыл сайын грант беріп төлепсің. Көп сөз айтып түскен кезде беделің, көп қазаққа тиіпті ғой көмегің. Тоқтап қалма мұнымен, дұрыс бопты шынымен, 2 жылда елден таяқ жегенің. Мәдениетсіз болмайсың ба? Қазақ тілін қолдайсың ба? Енді сыйла тілімді, саған айтқан сынымды, басқаларға ескерту қып жолдаймын. Айтпақшы тағы бір ерекшелік, бұл жақта ең бірінші дастарханға тәтті тағамдар келеді. Тәтті тағамдарды жеп болғаннан кейін барып дастарханға ет келеді. Бізде керісінше ғой, бірінші ет, одан кейін барып тәтті тағамдарды жейміз ғой. Сондықтан ет кешіректеу келейін деп тұр. Біз қазір түсірілімді осы жерден аяқтап, басқа да кейіпкерлерімізбен тілдесуге барамыз. Қазір енді өзіміз біз кештеушіміз, бірақ сендер дәм татып, ауыз тиіп кетіңдер деп, міне еттен үзіп сорпасын беріп жатыр. Мына келіншегіңді шақыр, тамақ, еттен ауыз тиіңдер деп. Сосын біз жоқ, асығып тұрмыз десем, жоқ, дәм етеді деп айтып жатыр. Келіншегің дәм етіп қалады деп. Ол не екен деп сұрасам, жауабым былай берді. Қолына бір еркек адам нәрсе алып кіріп келетін болса, сол бала емізген ана дәм етіп қалады. Ол дәм етіп қалғанда қалай дәм етіп қалады деп ойлайтын шығарсыздар. Ол мысалы бала емізіп жүрген ананың мамасы былай қарай ісіп, қызарып, ауырады.
сол күні баласын емізе алмай ыстығы шығып сөйтіп ауырып кетеді. Ал оның дәметкенін шығармай жүре беретін болса, жаңа мысалы үлкен құртқа шауып, жаңағы өте жаман ауруға айланып кетеді. Өзімде болған бір кісі чырғанақ деген жеміс езгей жатырмын, сен маған су берші деп 4-тің битенін алып келген. Содан жаңа мен 4 битенді әк келген кезде, мына кісі ішіне чырғанақ салып әк келген екен ғой деп ойлап дәметіп қалдым. Содан кісі ертең дәметіп қалдым, одан о кісіден сұрай алғам жоқ, о кісі суын алып кетіп қалды. Соны ертеңінде таңертең тұрсам, былай қарай бірақ ісіп, кеудем ауырып қалған екен, бала емізе алмай ауырып тұрдым. Содан жолдасым кісіден барып сұрады, сіз біздің кісіні дәметтіріп саптыңыз, сіз со дәметкен асын әкеп беріңіз деді. Содан кісі 4-тің битеніне қойдың құмалағы, жаңағы малдың қиын алып келіп, маған тәтті қып орап әкеп, мә дәметкен асың мынау болса, мә дәметкен асың мынау болса деп жүреді. Сөйтіп тәттіні беріп сөйтті, тартып алып берген. Содан ертеңінде жаңағы сіп тұрған мамасы бірақ жазылып, кәдімгі өзіне келді. Жа, алтамыз қыш. Жа, сөндірісіл. Бұл Дархан қаласындағы өзіміздің қазақ бауырларымыздың ашқан көлік жөндеу орталығы. Міне қараңыздар, сыртында адам өте көп, келушілер көп. Соған қарағанда жұмыстары жақсы жүріп жатыр. Жап-жаңа ашқандарына көп болмаған сияқты көлік жөндеу орталығын қазір сұхбаттасып көрейік. Бұл қазақ жігіттер кім болды екен? Баяғы жұмыстан бір күн демалам арасында баяғы бір жұмыстар шықса баяғы бекітіп жүре бересің ғой баяғы. Бір кісінің сол немесіне жұмыстап сонда засыр жерінде. Содан шығып соны өзім бейіп жеке сода гараж сап сол жәнемен шыққал сол 1-2 ай керек болды. Үз гаражын істеп, іске асыққал. Кәсіп бастау үшін болған бар рұқсат алу керек. Куәгер болу керек, диплом дейді, әне-міне мергіл деп тағы бұлар тағы қарайтын болып тұр ғой. Күнде қанша көлік жөндейсіз? Ой, әртүрлі бір 10-нан асып кетеді то негізі. Жұрттың барлығы Prius мінеді екен. Prius қандай артықшылығы бар бізбен дейтін? Мысалы бұлар енді неменеға маяз ішетін болып тұр ғой, маяз ішеді. Дүзге баяғы 4 ішуге ішті болып тұр ғой бұлар. Қазір Моңғолдың жері баяғы топарақ, баяғы соның баяғы 5-6 ішеді баяғы негізі. Қазір дәл осы көліктің бағадар енді негізі осы бір өзі 10-нан 20 аралығында бар шу осылар. Қолға су құю рәсімі бар екен. Бақытты ол. Сіздің кенжеңіз? Менің кенжем. Осы қызға дайындап жатырсыз ба жасауды? Оған енді екіншісінде, үшіншісінде дайындаймын ғой. Оған жарым бар дайындаймын. Енді қайтам. Бәсе асық кетіпсіз ғой деп айтайын дегем сіз. Жоқ, ол бала биыл 11-шіге кіреді. Иә, соны айтам әлі. Иә, бала екен ғой деп. Айтпақшы, қанша жастан бастап балаларды үйлендіресіздер? Мен үлкен балам 24-інде үйленді. Одан кейінгі ұлым 23-інде үйленді. Айлауда отырсаңыздар да теледидар көріп отырасыздар. Міне мына жерде спутник бар. Телефон ұстап тұр, иә? Қала ұлым, соны көп естейміз. Мен естеймін көп соны. Соны көресіз бе? Не көрем, соны көп естеймін. Кейбірі бәк енесімен төбелесіп бір сөйтіп келген соның қызығын көріп, соларды қиын көрем мен. Жүйкеңіз жұқарған екен ғой онда сіздің. Қарап ашуланып отырасыз ба? Жоқ, ашуланбаймын, қызығына көріп, күліп отырам. Кейбірі енесіне, жоқ мен сөйткем жоқ, бүйткем жоқ дейді ғой, сонысына күлем. Қонақтарға бас сынып жатыр. Бір қойды біз үшін сойған сияқтысыздар ғой. Әмин десең маған, Алла берсін саған, бізге берген басыңыз, ұзақ болсын құмыр жасыңыз, бізге берген жан басыңыз, аман болсын мал басыңыз. Мына жақтан қарап отырмын. Бағанадан бері міне келін қыздарыңыз қызмет көрсетіп жатыр. Дастарханға отырмайды екен, е? Сол мықты, бұдар отырмайды, күтеді. Қандай қонақ, қандай ұзақтан кісі келсе, бүйтіп күтіп немене жасайды мына кісі баладар. Бауырыңды алып бараған. Тұра ғой. Мықты екен ғой анау, неден жақсы олар.
Міне, осының барлығы ағамыздың балалары. Тағы да ұрпақ әкелу өмірге ойда бар ма? Бар ғой. Бала болған соң ол шуылдамайды деген жоқ. Жылайды деп білесің. Бір-біріне қарайласып, бірақ өсіп кетеді. Өсіп кетеді бір-біріне. Ауақыр, амок, бақы, бауыржан деген. Ерекең аты Күнсұлу, Айсұлу деген. Одан екеу жүріп отырған міне. Біреу қайда кетті? Үй расымен берекеге толы. Мына балалардың күлкісі, қараңыздар шулап, құлақ деген бір тыным таппайды екен. Бірақ береке деп, бақыт деп осыны айтуға болатын сияқты. Қыздарыңызды ше, басқа ұлт өкілдеріне бересіздер ме? Ондай жоқ қой, енді жоқ деп тағы айтуға қиын. Енді бір жама адамнан енді адам ішінде бәрі бірдей емес. Жалғыз жарым баяғы бар, бірақ та тек аударып келген Монғолияның бар батыс аймағында ғана Қобдан Бұлғын жағынан келген аз ғана қазағымыз бар. Одан қазір үстіп бөлініп жарылып үлкен жұртқа үйленген, басқа ұлтқа үйленген баладар жоқ. Сол мұңғылыңызды үлкен жұрт деп айтамыз біз. Мұңғыл деп айтса, мұңғыл деген естік қояды деп, соны үлкен жұрт дейміз ғой. Иә, үлкен жұрт. Сыйлап айтқан сөз ғой. 2-3 әйел алушылық деген бар ма бұл жақта? Ондай болмайды. Ондай жоқ. Аға әйелі қайсы болса, үйі сынық деп атайды ғой. Сондықтан ол қайтып жас адам болса үйленеді, басқа кісі алып. Кәрі адам болса сонымен кезеді баяғы. Қайта үйлену жоқ. 2 әйел, 3 әйел, тоқал деген жоқ. Жоқ. Үш дүркін Монғолияның чемпионы екен. Міне қараңыздар, үстіні бос жер жоқ, міне медальдан. Барлығы ұлттық күрестен алған жүлделер екен. Енді ұлттық құрамда қазір күресесің Монғолиян. Мақсатың қандай? Мақсатым? Енді ұсияуыр болам. Өкіметті ұсияуыр. Чемпион болсам деген ойды отыр ғой. Монғолияның ұсияуыр. Сіздің қызыңызға қазірден жасау дайындап жатыр. Міне жасау дайындап жатыр. Мына ұқсап дайындаймын, мынаны жөндеймін содан кейін міне. Келін. Қыздың жасауы мынау қызымның. Қалың мал деген бар ма? Жоқ, қалың малдан өзіміз береміз баяғы ұсақ мал. Қыз беріп отырсыз, содан кейін. Ой, мына былтыр жасау апарған мен бір қызға сөйтіп едім, сай 200 мың теңге берді. Түкте жоқ. Түкте жоқ. Чөтшін айтам. Мен тұрысымда айтым, сай 200 мың теңге. Өзім мынандай 10 сырмақ апардым, бауырым. Мынандай 10 сырмақ апарғанда бір сай 200 мың теңге береді. Көрсе көре берсін. Көрсе көре берсін. Бер-бере салананы кім? Көрсе көре берсін. Шынымды айтып жатырмын, енді мен өтірігімді айтып жатқам жоқ. Бізде болғанда алды пенсия 1 миллион 500. Ал мендікі болғанда миллион. Өйткені мен 15 жыл пенсияға шықтым. Қазақстанға барып көргеніміз жоқ, барамыз ғой бір Қазақстанға. Дәм тартқанда жол болған күн. Қонақ ретінде ме әлде? Қыдырып барам ғой, көшіп бармаймыз ғой. Неге? Жоқ, енді өзіміздің туып өскен атам екеніміз. Мұңғылымызда жансақта өмір сүре береміз ғой, болады ғой осы мұңғылымыз. Мен Қазақстанға күшкенімізде өзімше әдем сияқты, менше ойлаймын, әдем сияқты. Содан кейін өзімше бір сабақтары әдем, баладар көп деп ойлаймын. Жай бір қиындық сезім ғой, солдар бір ойламай, өзімше мықты адам болам деп ойлаймын. Керемет, тамаша қалдым, мықты екенсің сен. Шынымды айтсам, мен бұрын соңды естіген жоқпын. Ұлан Батырдың ар жағында да қазақтар тұратынын, ол қазақтардың осылай салт дәстүр тілін сақтайтынын.
Енді міне өз көзіммен көріп, көзім жетіп отыр. Нағыз қазақтарды көргіңіз келсе, Моңғолияға келіңіз деп мен сіздерге енді нық сеніммен айталам. Өйткені мұнда қай өңірінде, қай өлкесінде болмасын, қазақтар өзінің қазақылығын қаймағы бұзылмаған қалпында сақтап отыр. Бұл жалғыз жолаушы YouTube арнасы. Келесі шығарылымда біз Ұлан Батырдағы қазақтардың өмірін көрсетеміз. Бізбен бірге болыңыздар, бірге саяхаттайық. Арнаға тіркеліңіз, лайк басыңыз. Келесі кездескенше.